Қайнап тұрған суға аздап сабын салыңыз, кейін маған міндетті түрде алғыс айтасыз. Сабынға артық ақша жұмсауды қоясыз. Егер үйіңізде кесек сабын болса, осы видеоны міндетті түрде көріңіз. Мен сізге керемет кеңес беремін. Осы тәсіл арқылы кесек сабынның мөлшерін көбейтуді үйренесіз. Алдымен сабынды үккіштен өткіземіз. Бұл рецепттің артықшылығы өте арзан. Сабынды үккіштен өткізгеннен кейін оны 1 литр қайнаған суға саламыз және толық ерігенше жақсылап араластырамыз. Сабын толық ериді. Енді 2 ас қасық кір жуатын ұнтақ қосамыз. Одан кейін 2 ас қасық спирт сірке суын, 2 ас қасық қантты қосамыз. Бұл процесс сабынды глицеринді негізге айналдырады. Болды, енді қоспаны қалыпқа құйып, түні бойы қалдырамыз. Ертеңіне нәтижесін көресіз, қоюлығына назар аударыңыз. Қалыптан шығарып кез келген көлемде бөліктерге кесіңіз. Көріп тұрғандай сабын өте көп болып шығады. Бұл өнімді кір жууға да, ыдыс жууға да қолдануға болады. Бұл өте тиімді, үнемді және пайдалы. Осындай пайдалы кеңестер керек болса парақшама жазылыңыз.